Біз де ұлы қазақ халқымыз. Екі ұлы халықтың ортасындағы көпірмін мен осы тұрған. Жарайды. Семидесятилетняя Людмила Байкадамова с молодости любит читать бата на казахском языке. Она даже собирала этот вид благословения у аксакалов и бабушек. А недавно пенсионерка выпустила сборник редких бата. В ее коллекции есть бата на все случаи жизни. Для девушек, для мальчиков, бата, которые друг другу дают родственники, в частности нагаши и жиен. Правда, они в основном шуточного характера, добрые, но в то же время смешные бата дают друг другу родственники, говорит она. Людмила же также наизусть знает бата, данные героем Советского Союза Бауыржану Момышұлы. Көтерейік білекті, Құдай берсін тілекті, тілегімізді қабыл ет, иманымызды кәміл ет. Дозақтың отынан сақта, қанған оқтан сақта, парақор соттан сақта, ынтымақсыз туыстан сақта, кірлі сумен жуыстан сақта, қара жүрек батылдан сақта, көк долы қатыннан сақта, түнере атқан таңнан сақта, жаңбырсыз шаңнан сақта, татымсыз тұзыңнан сақта, ұятсыз қызыңнан сақта. Алла тағалам бізге берсең, бәрін бер, үйіп, төгіп, тағы бер. Аумин. По словам пенсионерки, в присутствии мужчин женщинам не приветствуется читать бата. Тем не менее, она с разрешения представителей мужского пола прочитала несколько видов бата. Құрдастардың деген батасы болады. Үшінші бердің ет мұратыңа жет. Тағы бердің жігіт саған болсын біліп. Сосын бердің жауырын аман келсін бауырын. Тағы бердің сорпа қазаның болмасын орта. Сосын бердің арақ азырақ болдау бірақ деп қайратын құрдастарға. Біз де ұлы қазақ халқымыз. Екі ұлы халықтың ортасындағы көпірмін мен осы тұрған.